Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге осылай қамырды қалай доп-домалақ жұп-жұқа етіп жаюдың лайфхак кеңесін бөлісетін боламын. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай қамыр қажет. Қамыр осындай жұмсақ қамыр болу қажет. Яғни тыңған, иленген қамыр. Енді дәл осы қамырымызды оқтаудың көмегімен осылай шетінен бастап жая бастаймыз ең алдымен. Одан кейін столымыздың үстіне ұн сеуіп, одан кейін қамырымызды қойып, оның үстінен тағы да ұнымызды сеуіп, оқтаумен осылай жұқалап жая бастаймыз. Осылай жұқалап жаямыз, міндетті түрде ұн сеуіп тұрамыз, жабысып қалмас үшін. Одан кейін біздің қамырымыз осылай кішкене жайылып біткен соң, оған тағы да ұн сеуіп, оны ораймыз, және оның шетінен бастап жаямыз. Себебі ортасына қол тигізіп жайсаңыздар, оның ортасы жұқа болып, шеткі жағы қалың болып қалуы мүмкін. Одан кейін қамырды осылай біркелкі етіп ораймыз. Енді оны осылай шетінен бастап жая бастаймыз. Және де қамырды орағанда тығыз қылып ораңыздар. Одан кейін қамырды осылай жайып болған соң, оны осылай бір жаққа қарай жайып, келесі жағына қарай орай бересіздер. Одан кейін қамырымызды үстінен қайтадан ұнымызды себеміз. Оны бүкіл жеріне сеуіп шыққан соң, қайтадан қамырымызды ораймыз. Біркелкі етіп ораймыз. Одан кейін оны тағы да шетінен ғана қолымызды тигізіп, қамырымызды жаямыз. Одан кейін оны осылай бір жағына қарай жайып, келесі жағына қарай орай бастаймыз. Біздің қамырымыз жайылды, осындай доп-домалақ болып шықты, және де жұқа болып жайылды. Жасап көріңіздер.